D3 витамині біздің адам ағзасындағы бүкіл зат алмасу процесіне қатысатын негізгі компонент қыздар. Сондықтан оған өте қатты мән береміз. D3 витаминінің негізгі қызметтерін мен мына жерге жазып кеттім. Оның ең негізгісі иммунитет көтеру. Егер иммунитетіңіз мықты болса, сіздің инфекциялық ауруларға ОРВИ деп атады ғой, соған қарсы тұру қабілетіңіз мықты болады, сіздің және де балаларыңыздың. Екінші қызметі ол рахит, яғни мешел ауруының алдын алады. Мешел ауруы осы D3 витаминінің жеткіліксіздігі салдарынан жиі кездесетін аурулардың бірі болып саналады, әсіресе өмірінің алғашқы жылында балалардың. Келесі әсері ол ұсақ моториканы дамытады. Яғни ұсақ моторика дегеніміз бүкіл қызметті қимыл қозғалысын атқару барысында мимен байланысын. Яғни бұл D3 витамині ми жасушаларының құрамында болады. Ми жасушаларының негізгі компоненті болып саналады. Келесі ол кальций сіңірілуіне қатысады. Егер сізде D3 витамин жеткіліксіз болса, біздің ағзада кальцийдің сіңбеуі әбден мүмкін. Сондықтан D3 витаминіне қатты көңіл аударамыз қыздар. Енді D3 витаминінің біз қалай анықтаймыз? Ол үшін бірінші поликлиникаға барасыздар, учаскелік дәрігерге айтасыздар, маған 25 OH D витаминіне жолдама аласыздар. Тегін бүкіл поликлиникада бар. Енді анализ тапсырасыздар, қанмен результат келеді. Нормада 80-100 нано-миллиграмм болу керек қыздар. Егер осы 80-100 нано-миллиграммнан төмен болатын болса, яғни 30 болады, көп, почти барлық бүкіл қазақтарда осы витамин жеткіліксіздігі бар. Осыдан төмен болса, онда міндетті түрде ем тағайындалады. Қандай доза, қанша мөлшерде екенін видеоның соңына дейін көріңіздер, ары қарай талқылайтын боламыз. Енді ағзамызда D3 витамин жеткіліксіздігі кезінде қандай клиникалық көріністер береді? Біріншісі ол балаларымыз немесе өзіміз ОРВИ-мен жиі аурушаң болып кетеміз, шектен тыс, яғни иммунитетіміз төмен деген сөз. Одан кейін тістердің сынғыштығы балаларда немесе сіздерде кальций сіңбегендіктен болады. Одан кейін жалпы әлсіздік, депрессияға түсіп кету, бір іс-әрекетті атқара алмайтындай, шамаңыз жоқ, шаршап жүретін болсаңыз, тоже осы D3 жеткіліксіздігінің негізгі белгісі болып саналады. Келесі, бағанағы айтып өткенімізде рахит остеопорозға алып келеді. Яғни ол сүйектеріміздің сынғыштығы. Одан кейін балаларда көбінесе жиі тершеңдік, жалпы әлсіздікпен көрініс береді. Сонымен қатар кеуденің балаларда деформациясына алып келеді. Ішке кіріп кету, воронка тәріздес кеуде болуы мүмкін. Мен бұл жерде ең жиі кездесетін D3 витаминінің жетіспеушілігі жайында айттым қыздар. Енді қандай D3 ішу керек және қандай доза деген сұрақтарға жауап береміз. Мен жиі қолданатын D3 витаминдеріне тоқтап кететін болсақ, мынау California Gold Nutrition'ның D3-і. Бұны мен жаңа туған сәбилерге өмірінің алғашқы 10 күннен бастап тағайындаймын. Профилактикалық дозада бір тамшыдан күніне бір рет бересіздер. Сағат 11-ге дейін желательно. Ал мына дозаны мен Natural Factors'тан аламын. Бұл жерде дозасы үлкенірек, 1000 единицаны құрайды. Бұны мен клиникалық белгілері бар, рахиті бар балаларға тағайындаймын. Келесі D3 California Gold Nutrition'дікі тоже бұл капсулада, яғни ұсақ майда осындай кәдімгі май түйірш капсулаларынан тұрады. Бұның әр қайсы бір данасында 5000 халықаралық бірлік бар. Яғни сыртын ашып қарасаңыздар 5000 международная единица деп тұр. Бұл біздің бүкіл үлкен ағзаның бүкіл суткалық 24 сағаттық қажеттілігін қанағаттандыру үшін көмек береді. Күніне бір капсуладан бір рет қабылдайсыздар. Енді бұлардың барлығы мынау балаларға 40 күн бересіздер, 40 күн демалдырасыздар. То же самое үлкендерге 40 күн бересіздер, 40 күн демаласыздар. D3 витаминін қабылдап жүріңіздер, иммунитеттеріңізге қатты көңіл бөліңіздер, дендеріңіз сау болсын. Және де менің парақшама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Қайырлы күн достар, мен Динара Сапаралықызы, 15 жылдық тәжірибесі бар медициналық маман.
Бүгін сіздерге адам ағзасына қатысты ең қажетті витамин жайында айтамыз. Ол әрине D3. Сондықтан видеоны соңына дейін көр, және де осы каналға тіркеліп кет. Пайдалы ақпараттар көп болады.